Lamborghini, настоящие мужчины покупают вот такие вот джиндиры. Примерно $1 миллион стоит, точно, конечно, мы сейчас не скажем, бухгалтерию не поднимали, но не меньше миллиона такой стоит, а это эквивалент примерно 4 Lamborghini. Мінекей біз енді қайтадан определенный уақыт өткеннен кейін Сакеңнің қорасынан қайда келдік? Мына Белоруссиядан келген агроблогер Назар деген коллегамызбен, коллега деп айтатын болып қалдық та. Біз де агроблогер болып кеттік қой, мәге? Неге көрмеске, неге жақсыны көрмеске? Негізі осындай нәрселер бізге мотивацияны беріп отырады. Өйткені жақсы нәрсені көргеннен кейін соған ұмтылғың келеді, соны істегің келеді, соны реализовать еткің келеді. Өскің келсе ойыңды өсір дейді ғой. Сол демекші жақсы нәрсені көруге ынтық болайық, көрейік. Қазіргі уақытта, например, бұл кісілерден бағана кеше сөйлескен уақытымызда 6 ай бойы закуп жасайды екен, 6 ай бойы сол закупты бордақыда тұрғызып қайтадан сатады екен. Енді қараңыз, объемның өзін айтып өтейін. Әр айда 10 мың бастан бұқа сатып алады екен. Әр айда. Енді санай беріңіз, 6 ай бойы закуп жасайтын болса, 60 мың бұқадай закуп жасайды 6 ай бойы. Одан кейін әр айда примерно 10 мың бұқадан қайтадан сатады. Сонда 12 айда бір оборот жасайды. Көрдіңіз ба? Ана постоянка істеуге қазірге таңға ол мүмкіншілігі жоқ дейді. Себебі бұл енді несиеге алынып, оборотқа несие, кредит алып істеліп жатқан оборот қой. Сол себептен ол оборотқа 1 жылға беріледі екен. Сол 12 айдың ішінде ол қайтадан сол ақшаны пайызымен қайтару керек. Сол үшін 6 ай бойы закуп жасайды, 6 ай бойы қайтадан сатады. Ақшасын орнына қойып, пайызымен бірге мемлекетке қайтарады. Қайтадан сол мемлекеттен қайтадан сол ақшаны алады. Көрдіңіз ба? Инвестиция жасады, кредит алды, мұның бәрін істеді, қайтадан сатып. Бүгінгі таңға мына жақта барлығы уже сатылып қойған. Мына жерде 5 мың бастан 50 мың бастан қалғаны. Это бір 5 мыңдай көлемде қалды дейді. Сонымен қоса тағы да 50 мың басқа аткорм база соғып жатыр. Жалпылама 100 мың бастайтын аткорм база болайын деп тұр ғой. Көрдіңіз ба, қазір қайтадан тағы айтып шығамыз. Сатып алған кезде өзіңіз ойлаңызшы, айына 10 мың бас бұқа сатып алатын болса, сонда аптасына где-то бір 2 мың, 2,5 мың бас закуп жасайды екен бір аптада. Егерде 50 бастан санайтын болсақ, 40-50 фура бір аптада закуп жасайды. Содан кейін айтады екен ғой, сырым закуп жасаған кезде бұқаның бағасы қымбаттайды деген екен ғой, мәге? Ал сырым бұқаны сатқан уақытта арзандайды деген екен ғой. Бұқа биржасының погодасын істейтін адамның бірі болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Міне біз қайтадан осы алаңға келдік, бордақылау алаңына. Біздің Сәкен Белоруссиядан келген Назар агроблогермен бірге осы таныстыруда. Бір жағынан бұл Назар маған хабарласты, көрсететін нәрсе бар ма деп. Мен айтамын, бар. Қазақстанда көрсететін нәрсе көп деп. Сенің шаруашылығыңды түсіруге бола ма дейді. Мен шаруашылығымды жарты сағаттақ бітіруге болады ғой, 100 метр ары жүрсің, 100 метр бері жүрсің, сонымен бітті ғой. Жарты сағатқа бола, соны Белоруссиядан келген қызық па деп. Сосын ол айтты, вау эффект беретін нәрсе бар ма деген еді. Мен вау эффект беретін нәрсені Сәкеннің бордақылау алаңына барайық дедім. Сонымен міне бүгін Арыс қаласына келдік, бордақылау алаңына келдік. Көрсетіп жатырмыз. Жақсыны көруге ынтық болайық. Міне Сәкен өзі фотосессия істеп жатыр.
Енді дұрыс қой, енді осындай жерде фотосессия істемегенде не қыласың? Бұл жерге сізге Канарский острова керек емес. Бұл жерге водопад керек емес. Чего? Ну, осторожно. Это быки. Брат, Не кастрированные. Не кастрированные, Назар. Қаяқтан тауып алдың ғой мына кісі досыңды? Қайсың? Блогерден блогер тауып аласыздар сіздер да? Маған хабарласты ғой, ой, сіз деген мынау нәрселерді көріп жатсыз. Сіздің сіздің неңізді, қораңызды, тірлігіңізді обзор жасайық дейді да. Мен айтам, менікі 15 минутта бітіп қалады ғой, 100 метрді да, 100 метр суда бітті қойса мен. Сөйтсем, вау эффект бар ма дедім, бар дедім. Вау эффект бізде бар. Австралияда болғым келе ма? Сөйтіп, жаңа Инстаграм жүрген ғой, ана кімнің, Арсенмен бәріміз түсірген. Болды, қашан шығайын дейді да. Мен қарасаңыздаршы, негізі агроблогер деген нәрсе не ол? Ол ештеңкеден сескенбей, қорықпай, тасық-пасық демей, мына жерде кипиш болып жатқанына қарамай, арасына кіріп, сол жақта видео түсіріп жатыр ше. Саған. Біз кірер ме едік? Жоқ, біз кірмес едік. Біз осы сыртында қарап, мынандай болып отыр ғой дейтін едік. Ал ол жігіттер ішіне кіріп кетті. Көрдіңдер ме? Міне агроблогты қалай түсіретін жігіттер. Бұлардың практикасында осылай ішінде жүрсе екен. Мына жақта тойып жүрген бұқалар уже қызық бола жатыр. Амал жоқ. Бір-біріне секіріп жатыр. Анау кішкене нелер мынау? Бұл анау жаңағы қорғанатын жер екен. Соның ішіне кіріп кетеді, үсті жабық. Содан кейін уже о жақта ешқандай движение болмайды. А мынандай ашық жерде тұрғаннан кейін бәрі бір-біріне секіріп, былай айтқанда маңызды қатырады екен. Проблемасы осы жерде. Көрдіңіз ба? Міне біздің орыс коллегамыз ішіне кіріп түсіріп жатыр ше. Молодец. Прям бұқалардың қасында жүр. Қазір стап көрем деп күйдірмесе болды. Мына жақтағылар тыныш екен. Мына жақтағылар жаман бұзушылықты дайын болып тұрғаны ше. Кипиштің бәрін бір жерге жинап қойған ба деймін. Ауылдағы жолдасымен бірге қалай өзгеріс бар ма деп қояды. Конечно бар. Движение болып отқан жерде өзгеріс болмаса бола ма? В общем, мына жерде 50 мың басқа откорм база. Августқа шейін барлығын, августтың ішінде бәрін сатып тындыруым керек дейді. Уже 4 ай болма, 5 ай болма сатып жатырмыз дейді. Августтың ішінде барлығын сатып бітіріп, сентябрьден бастап закупты бастаймыз дейді қайтадан. Закупты 5 айда, 6 айда осының бәрін қайтадан толтыру керек. Яғни средний былай айтқанда 10 мың бас бір айда закуп жасайды. Егер де аптасына шаққанда бір аптада 2000-2,5 мың бас закуп жасайды. Сонда бір базарға барған кезде 40 фура қалып кетеді. Bir bazardan 40 фура. Білесіз, 40 фура. И тура сол сияқты ертесіне 6 ай өткеннен кейін әр апта сайын 40-50 фура ет сатылады екен. Не деген масштаб. Енді өзіңіз ойлаңызшы, мына жерде 50 мың бұқа тұрған кезде не деген жем-шөп, не деген корм. Солардың барлығын обеспечить ету. Bir күндік қазір мен точно білмеймін, бірақ сұрап көрейікші. По-моему, бір күнде 560 тонна жем кетеді деген еді. Саке? Саке? Bir күндік корм
500 тонна кете ма? Малдың санына қарай bu yerде тонна қанша кетеді. Ну, примерно бір мал қанша? Бір 8 килограмм, 10 килограмм жем жейді дейтін еді ғой. 10 килограмм жейтін болса, 50 мың өзі. Жеті жейсаңыз, сізге 50 мың болған кезде 50 тонна. 350 тонна жем жеп қояды. Bir күнде. Иә. 500 тоннаңызды бір күнде таратып отырасыз да. Шөбімен басқасымен. Ya. Енді 500 тоннаны килограмм қанша теңгеден енді өздерін есептеп алыңдар деп қойды. Постоянно жататын комбикорм. Жоңышқа майдаланған. В общем, көз тойдырады екен ғой. Көз тоймаса 550 метр. 550 метр да, мына бет 550 метр былай қарап келеді. Сосын былай қарап ар жақтағы отгорм біткеннен кейін ояққа қарап 550 метр, былай 550 метр. Осы ар жағынан мына басқа дейін 1 километрден ұзақта. 100 үшінші. 1 километр, я. 1 километр 100 метр. Барып келем дегенше сонда 2 километр 200 жүресіз. Жаяу жүре алмайсың ғой енді. Сакен осыны неден бастады? Қалай мотивацияны алды? Мысалы біз жаңа шетел деп қалдыңыз ғой, шетелге барамыз, көреміз, сөйтеміз, отырамыз да әрқайсымыз айтамыз, шетел жақсы, керемет, шетелде бәрі жасалынып қойған, жұмыс жасап жатыр деп. Енді ол жақта мақтай бермей өзімізден келіп қойсақ, соны өзімізде жасап жатырмыз. Бұйырса енді мысалы біздің елдің кәсіпкерлеріне, көрші тұрған Қырғызстан, Өзбекстанның кәсіпкерлеріне, Тәжікстанда мысалы келіп көріп жатыр да. Көшеден үйреніп, қарап, өзімізде де осыны көбейте береміз. Енді Австралияға баруға көбісінің енді шамасы келер, танысып тұру керек, басқа болу керек. Біз енді оған үлкен ізденіспен шығын шығардық, белгілерін әзір қойдық, жасап жатырмыз. Енді шетелден бізге келіп жатыр десеңізші. Иә, шетелден енді бізге келіп жатыр. Ана, Белоруссияның блогерлары келіп жатыр. Ертең осы жігіттер айтады, мә, сан Қазақстанда осындай тірліктер істеп жатыр. Бастамасы деп айтады. Еще бастамасы деп қоямыз. Сәл бере тұр уақыт деп. Баяғыда енді біз кішкентай кезімізден ауылда мал бағып өскеннен кейін ойда сол ғой. Қазақ тек қана мал бағады. Сөйтсек шетелдің бәрін істеген кезде мал бағымайтынымызды, қалып кеткенімізді, қатты обидно болды. Кейінгі ұрпақтарымыз обидно жасап жатырмыз. Дронды да қосшы. Мінеке. Көрсетуден жалықпайтын адамнан айналасың ғой. Қанша адам келіп көрді ғой сен? Қанша адам саған әуестен? Қанша адам әлі сенің етінді көреді дегенде? Мінеке. Үстіп машинамен жүрмесең, нереально бұл жерде жаяу жүреді. 500 метр ұзындығы. Қазір екінші проектіні қосса 500 метр, тағы 500 метр қосылады, сонда жем салатын ауасының өзі 1 километр 100 метр болады екен. Осыны объем дейді, осыны масштаб дейді. Енді бұл кісі бұл жаққа келіп, қораны бір көрейін деген кезде үстіп машинамен жүреді ғой, жаяу жүреді, нереально ғой, үстіп қарап, так не болады, қайсысы қай жерде тыныш па бәрі, қай жерде қалай істесек дұрыс болар еді дегенде. Анау жаңағы күннен қорғайтын шалаш дей ма, не дейді бұны ма, сеткасы
мына жақта крем бұрыштар жиналған екен, мына жақта бәрі тыныш. Где-то бір 5 мыңдай бас қалды деді ғой. Өке, жаңадан соғылып атқан тағы да 50 мың басқа атқорым базасы. Оң жағы уже біткен, сол жағы 2 айда бітірем деп отыр, ары кетсе. Сонымен общий 100 мың басқа арналған атқорым база болады. Техникалар бар, стройка болады. Жаңадан соғылып атқан стройкаға кеттік. Мына жақтың бәрі автопоилка. Мынау 3 метр покрытиясымен. Текстөрдің өзі де ғажап, түрім түрлі қой. Уклонмен, уклон береді. Кәдімгідей Арыс қаласына, Қазақстанға Австралияны алып кеп қоя салды. Оңай емес, бірақ Симон деген адамның тірлігі ғой енді. Болмайды деп отыра берсең, реально болмайды. Кім жаман дейіз, ермейді. Ана өткенде айтқан еді, ана базар соғып жатыр ғой, 2,5 жыл жүрдім деді ғой. Анаусын тұрлап, мынаусын тұрлап, құжатын, мынаусы разрешение оңай болған жоқ. 2,5 жылда биыл ғана қол жеткіздік деді ғой. Ортаға асфальт төселіп жатыр. Мынау бетон. Мына жақтың бәрі топырақ уклонымен бірге. Ар жақтан еще ақып кететін нәрсені істейді. Негізі осындай стройка алаңдарына келген уақытта кәдімгідей мотивация оянады ғой. Неге маған да осындай дәрежеге жетпеске, неге мен де істемеске, неге халыққа осының бәрін көрсетпеске деген ойлар келеді. Өйткені адам істегенде адам істейді. Көрдіңіз, шетелге бару керек емес. Егер де өскің келетін болса, бірінші очередь өзіңнің ой өрісіңді өсіруің керек. Адамның өсу деңгейі ой өрісінен ары кетпейді. Қаншалықты ой өрісің биік болса, соншалықты өсу қабілетін де жоғарылайды. Көрейік, жақсыны көрейік, сол жақсыға ұмтылайық, бірге болайық, үйретейік, қызғанбайық. Бізде потенциал қазіргі таңда именно малға, малдың етіне потенциал өте жоғары. Басқа шет мемлекеттер біздің етке сұранысты көтеріп отқан уақытта неге соны пайдаланбасқа? Біз машина ойлап таба алмаймыз, біз компьютер ойлап таба алмаймыз, біз телефон шығарумен конкуренция істей алмаймыз. Бірақ біз мал өсіріп, сол малдың етін шет елге шығаруға лайықты елміз. Жеріміз кең, байтақ, возможность бар, өкіметтен беріліп жатқан бағдарламалар бар. Әрине оңай емес. Жүру керек, сұрау керек, көру керек, үйрену керек, бірақ құжаттардың бәрін дайындап алуға тырмысу керек. Көрейік, білейік, өсейік, бірге болайық. Осындай техника тұру керек қой. Осындай шаруашылықта.
ұялмай істейтін тірліктің бәрін, иә. Бәрекелді. Тағы да келдік көруге, көрсетуге, мына рулондар жинап жатыр екен. Берекесін берсін. Саге, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? уалейкум ассалам. Саге, не болып жатыр сізде? Адамдардың бәрін жинап алып, не істеп жатсыздар? Енді біз болай болады деп ойлаған жоқпыз, күткен жоқпыз. Енді қанша дегеніміз әзір жұмыс істеп жатырмыз. Мына көзіңіз көріп жатқандай өзіміз жаңбырларды суғарумен жоңышқаны егіп бірінші орын орылып жатыр. Арамызға сол арада үлкен атқорым базамызды енді үйрену үшін, көру үшін көрші елдер Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстаннан да келіп жатыр бизнесмендер, фермерлер. Бірақ енді агроблогер келді Белоруссия елінен, Назар деген жігіт екен, танысып жатырмыз. Өте тамаша. Приветствую, Назар. Қош келдің Қазақстанға, біздің елге деп қояйық. Добро пожаловать болып кетті. Енді Саке, вот менде сұрақта, сіз осындай нәрселеріңізді көрсетіп жатсыз ғой, не істеп жатқан, не қылып жатқан. Бізде енді қазақи менталитетте в любом случае сәл-сәл бар ғой ол. Көз тиіп кетеді деп қорықпайсыз ба? Құдай сақтасын. Көз тиіп кетеді, это же андай ғой. Суеверие ма? Жоқ, көз тиеді ғой, көзден Алла сақтасын деп оған әрине құрбандығымыз шаламыз, бәлежіден сақтасын деп, бір Алладан ғой енді бәрі нәрсе. Дегенмен де, бірақ Австралия елінде, Америкадағы 100 мың бастап бағып жатқандарға неге көз тимейді деймін ғой. Үлкен елге, жерге егіс жасалынып жатқан кезде мен ойлаймын, оған көз тие қоймайтын шығар деп. Бәрекелді. Қаншама адам осы жерде жұмыс жасап жатыр, қаншама адам осы жерден отбасын асырап жатыр. Қанша жылдан бері, бүгін ғана емес қой. Вот мен ырза болатын да, Саке, сіз келген адамға еш жоқ деп айтпайды екенсіз да, барлық нәрсені көріп, айтып, қалай болып жатыр, неден бастадың, соның бәрін ашық түрде айта береді екенсіз. Өзім басымнан өтті бұл жағдай. Бірінші біз малды бордақылаумен 2009 жылы үйренеміз деп жүрген кезде Қазақстанда осы өзіміздің оңтүстік өңірінде қораларға кіре алмайтындығымыз, кіргізбейтіндігін. Үйренейін десең көрсетпейтіндігін. Қазақстанның басқа жерлеріне барып сұрайын десең, басшы жоқ, анадан рұқсат сұрау керек, мынадан рұқсат сұрау керек деп жатады. Қатты қиналғанымыз бар. Сондықтан қай елде де көрсетеміз кел дейтін болса, біз ұшып барып сол елдерді барып көре беретіндігіміз. Мысалы, Еуропада, Германияда біз көп болдық, өйткені ол жақтан техника аламыз деп жүріп, завод аламыз деп жүріп, осындай олардың құрған заводтарын сол атқорымда да құрған мал жерде, соның арқасында көп малдарды көріп қалатынбыз. Қалай бордақылап, қалай сойып жатқан, сойыс каналға шейін, егінге шейін солай аралап көріп жүрдік. Сондықтан келген қонақтың бәріне үйренемін, жұмыс жасаймын дегенге біздің есігіміз ашық. И сұрақтар болса оған жауап береміз. Әрине баршасына үлгере алмаймыз. Қолымыз тиген уақытпен міндетті түрде келіп көріп жатыр. И бізге мына Қазақстанның қаншама бір ретте келеміз деп бір 10-20 шақты көлікпен кәсіпкерлер жиналып келіп көріп кетті. Келсін, көрсін. Әдемі. Саге, мынау Құдай қаласа бір күзде бір определенный адамдар жиналып, может быть 20, может 40, 50 адам жиналып, осы жерде көруге бір күнге сіздің уақытыңыз сұраса, енді алдын ала келісіп та, есік ашық қой. Әрине. Бәрекелді. Өйстіп, осындай объектіде жүрген кезде, осындай нәрселерді көрсетіп жатқан кезде, сізбен бізге не жоқ, несін тығамыз олардың барлығын. Бағана Мәкеңе де барды, Мәкең де көрсетті, еш ұялмай. 100 бас жылқысын көрсетті, пайдасына шейін айтып берді. Бізде тегін ғой көрсетіп, еш ақша сұрамайды ғой көрсетті. Бөлсет десеңші. Спецподборщик Рулоновойды 10 жыл бұрын, одан да бұрын алған шығармыз. Пресс дейтінді да. Ол біздің жаңа базар ауылымызда Қазылықтың бөгінде жерге жаңағыдай өндіріс кооператив құрып, сол жерде жұмыс жасаймыз. Ау! Я не знаю, там... Хорошо, давай. Ты гость. Гостям все можно. Абай болсаң болды. Жаяға бұл бәле, сол арасында жүрген. Это не белорусский трактор. Это John Deere. John Deere. Біздің жемді салу үшін жігіттердің
способын қарасаң жасап қойған. Жерді нені бұзбайды, асфальт бетонды бұзбайды, жендерді алып салғанға алдын созып, мынаның бәрін жабыстырып, үлкен. Мынау уже қолмен істелінген екен ғой, дополнительный, Біз ана аламыз ғой техниканы, Аха. Европадан өзіміз қазақский стильмен жасап аламыз, да? Бәрекелді. Арасына сәл Made in Қазақстан деп жазып жүрсеңіз болады екен ғой, сборка в Казахстане деп, Так, сырым и компаниядан шыққан техника деп. Мынау затты біз қосқанбыз деп. Мына техникалар енді бұлар енді біздің егіске арналған. Егеді, орады, мына техниканың қазір енді бізге кассеткалар келіп жатыр, бабочка деп аталады. Оң жақ сол жағында екі кассеткасымен, алдында бір кассетка, сонымен поляның бәрінде жүріп, орып береді жоңышқаны. Сосын артынан балковайта кетеді. Одан кейін үлкен пресс подборщик ол жақында бір границада тұр. Шегеде растаможка салынып жатыр. Сол келеді, поляға түседі. Рулон емес, жүк үлкен. 600 килодан, 500 килодан бірақ жүк дейді да. И осы жерге таптап жиналатын болады. Сәге, анау тұрған где-то 300-350 миллион теңгелік зат емес па? Иә. Сіз оны лизингке алдыңыз ба сонда? Иә, лизингке. Лизингке? 350 миллион тұрады ма? Это объем көрсетіп отқан нәрсе. Әзірге техникалар тағы да алып жатырмыз, жерді жақсы игеру үшін. Бір 1 миллиардтың төңірегінде. Сәге айтпақшы, сіз осы биыл бастадыңыз ғой жерді, дождевалкілерді қойып, ең соңғы кездесуімізде сіз айтқан едіңіз 28 дождевальный аппарат заказ бердім деп. Соны қанша оны қойылып, оны егіліп, жоңышқа 10 дождевальныйдан орылып жатыр. Бірінші орын 18 дождевальныйнкі құрылып, бәрі бітті, әзір инфраструктуралық жүргізіліп жатыр. Енді оны әзір барып көрсем, үлкен аван камерасы жасалынып жатыр. 150-ге 400 ұзындық үлкен бассейн. Оның мембрана әзір ішіне бітіп жатыр. Біткеннен кейін насостарды келді кеше. Суды толтырып, оларды күздің күні егетін жарымыз. Әр дождевальный аппарат 50 гектар жерді қамтиды. 50 гектар қамтиды, иә. Секрет болмаса, әр дождевальный примерно қанша сомасы? Сомасы? Ал қағазда ашып көру керек. По секрету айтып қояйын, где-то 40 миллион төңірек. 100 біреуі жаңа без насоса, без инфраструктуры, жалғыз заживание 50 гектардың өзін 110 мың евро ма, сонда 100 мың евроға жақындады. Қателестім, 50 миллион ар жақ бер жақ екен. Мынау жаңағы біздің орыс жігіттің айтуы бойынша бұндай нәрселерді, бұндай объемны мен Белоруссияда еш жерден көрмегенмін дейді. Мақтаныш қой біз үшін, қазақ елі, қазақ жұрты үшін не деген мақтаныш? Все, кеттік па? Да. С этими, со всеми аппаратами, да, больше. Больше ляма, да? Да. Lamborghini сейчас сколько стоит у нас? 2250, наверное. Lamborghini? Да. Ой, любимая тачка. Короче, 4 Lamborghini можно было купить. Ну, я тупил, да, короче. Надо было 4 купить. Так, ребят, мальчики покупают Lamborghini, а настоящие мужчины покупают вот такие вот джундиры. Примерно $1 миллион стоит, точно, конечно, мы сейчас не скажем, бухгалтерию не поднимали. Но не меньше миллиона такой стоит, а это эквивалент примерно 4 Lamborghini. 4 Lamborghini поляда жатыр, ермай. Не дейді, Lamborghini дейма, не деген сөздер мұнау? Мен жүремін онда. Көрдіңіздер ма, қазіргі таңда мына шет елдің блогерлары, агроблогерлары біздің Қазақстанға келіп, біздің істеп жатқан тірліктерімізді көріп, әуестеніп отқан кезде кәдімгідей патриотизм оянады деген, біз де істеп жатырмыз, біздің де қолымыздан осы келеді деген. Шетелге біз барайық, шетелдіктер бізге келсін. Зато көрсетейік, что біз де оны істей аламыз. Біздің де қолымыздан ол келеді демекші. Керемет қа. Ойланшы, міне қазіргі сатылып жатқан малдан қалғаны. Ертең августтен ары қарай
сатып алуды бастаған кезде осының барлығы толады. Расколды көрсетейін деді ау деймін. Ол да әжептерім қаражатқа алынған раскол ғой енді. Оны да көру керек. Көрген дұрыс. Австралийский аппарат. Қазір барып көреміз. Бұқаға арналған раскол. Нержавеющий раскол. Маке! Маке! Мынау бар ғой? 101 бәле $1000 тұратын аппарат екен. Представляете? Раскол. Считается. Расколды көрдік, енді ары қарай кетіп жатырмыз. Көрген сайын әуесім келеді. Істеуге деген желание оянып жатыр. Қой. Бір қызығын айтып берейін да. Мен өзім шаруашылығым 3 гектар жерде. Енді әкешем бір 20 гектар жер бар. Бастамасы сонымен бастайық дедік. Сонымен 1-2 жерлерге обзорға барғаннан кейін, жоқ, кішкене жер керек екен деп, Ордабасы ауданында 50 гектар жер алғам. Сол жерден шаруашылықты үлкен жерде істейік деп. Мынау масштабтың бәрін көргеннен кейін, жаңағы дождевальный аппарат, мынау бордақ алаңдары, количество, масштаб, экспорт, агро темада кіргеннен кейін 50 гектарда кішкентай ау деп, енді қазір 2000-3000 гектар жерді қарастырып жүрміз. Құдай қаласа оған да жетеміз. Осындай кісілердің істеп жатқан тірліктеріне мотивация алып, бәрін реализовать етеміз. Сол үшін жақсы нәрсені көбірек көрейік, жаманнан аулақ жүрейік. Осы береке бізге де болсын деп тірлік жасайық. Сіз болайық, біз болайық, пайдалы іспен айналысып, бай қуатты болайық. Мінекей бордақылау алаңынан енді шығып кетіп бара жатырмыз. Ары қарай енді егіншілігін көрейік. Биыл жаңа өзі айтпақшы 28 дождевальный аппарат заказ берген, оның орнатып 500 гектарға жоңышқа еккен. Енді соның нәтижесін көрейік. Мінекей жалпылама кетіп бара жатырмыз. Анау жаңадан соғылған оң жағындағы ол общежитие. Өйткені бұл жерде тағы да жұмысшылар саны көбейеді. Соларға арнап общежитие соққан. Мынау сол жағындағы уже дайын общежитие, асханасы бар, өздерінің офистары бар. Жалпы административный орталық осы жер. Ары қарай мына жерде барлық стройкаға керекті тірліктердің барлығын мына жерде жасайды екен. Ары қарай ар жақта қазір бассейнге барамыз. Қанша деп айтты объемын? 200-ге 100 деді ма, или 400-ге 100 деді ма, қазір барған кезде точно білеміз. Мына егіншілік алқабына келіп жаттық. Барлығын қоршаған екен. Егін алғын келсе қоршап ал деген әңгіме ғой енді. Қанша километр бұлай қарай, неше километр бұлай қарай. Дождевальный аппараттары. Қазір мына бассейнге жеттік. Общий жоңышқа алқабы. Дождевальный аппараттарымен бірге. Біз өзіміз өсек соғып кеп отырық қой. Мынандай ма, мұндай ма деп. Солқылдатып тұрып, аямай неғып жатыр, суарып жатыр. Қанша сағатта бір айналып жасайды? Әзір жайына қойдық қой, бір күнде айналып бітсін деп ше. 24 сағат. Иә, сондайына қойып жатыр. Әзір енді баста жүрген балдар біледі нақтысын. Олардан сұрау керек. Өткенде біз көрген кезде бір 12 сағаттың ішінде де айналып бітеді, егер де тезіне қоятын болса. Иә. Чтобы ничего не выросло, правильно? Конечно. Без полива, смотри.
бір дождевальный аппарат 50 гектар жерді қамтиды. От этого уже все. Да, туда уходит. А? Это раздевалки снимем. Да, да, да. Красиво будет. Купаются тут, нет? Да. Давай. Блин, надо шашқа алу керек еді ғой шомылатын. Сен шомылатын деп ана бір баяғыда айтқан едің ғой. Газа келіңіздер ма? Суғарылып жатыр ар жақта бәрі басқалар. Сәген сонда бұл ошақтан уже напор бере ма? Или әр дождевалканың өз напоры бар ма артында? Ошақтан береді бәріне. Әрқайсы өзі қосылады. Жерді шықты. Ой, біздің орыс блогер секірейін деді ғой мынау суға. Сондай жерден келіп, мен неге түспейін деді ғой. Мен шомылмасам, не себеппен келдім деді ғой берді. Ана дронымыз да кеп тұр. Түсеміз бе? Нет. Надо этот же, воду там плеснуть. Ыстық дейді анау. Біз енді дождевалканың қасына келдік. Қалай суғарып жатқанын қазір өз көзімізбен көреміз, және де кайф қой. Міне дождевалка қалай суғарып жатқаны. Шылқылдатып тұрып, судың құдіреті. От души болып жатқан зат. Жай қимылдап келіп жатыр. Кайф қой. Осылай асықпай кете береді. Мына не деген су. Не деген су. Судың құдіреті. Мына дождевалканың Байер компаниясын көрдіңіздер ғой. Бауыр ма? Бауыр компаниясы. Осын жаттап алыңыздар. Енді жылы осының 83% акциясын мынау кісі сатып алайын деп жатыр. Гарантия берем. Егер де осы Бауыр компаниясы Қазақстанда пайда болса, 83% акциясы осы кісіде. Шок, интрига, желтая пресса. Көресіздер ғой осыдан. Бауыр КЗ деп жазылып тұрады. Гектар жерлерді аралап жүрміз енді. Мінекей қарасаңыздар, қалай мына бірінші орында орған. Мынау текс кеткен ғой барлығы. Ровно. Мінекей чук. Жер аламыз
сразу. Опа! Ну да. Ну однозначно қолмен точно сала алмайсың. Мін разаш топырақ. Эй, какой-то құм. Құм. Осы құмнан жоңышқа шығарып атқан жағдай. Арабтар айтқан еді ғой. Арабтарға бір бедуин керек болды. Арабты сондай дәрежеге көтеру үшін деп. Қазаққа осындай сырым керек болып тұр ғой. Сырымның дәрежесін көтеруге. Ай, қазақтың дәрежесін көтеруге. Азажық. Мәге, арабтар айтқан еді. Бізге бір бедуин керек болды, арабты осындай дәрежеге көтеру үшін депші. Араб әмірлігі қылу үшін. Бізге осындай бір сырым керек болды ғой, қазақтың дәрежесін көтеру үшін. Шетелдің практикасын қазақ жеріне алып келіп, реально болатынына көзін жеткізіп, міне рисковать етудің қажеті жоқ. Істеп жатқан адамдардың сұрастырып, солармен сөйлесіп, қалай болып жатыр, не болып жатыр, қай жері шикі, қай жерінде плюсы бар, қай жерінде минусы бар, соның бәрін біліп алғанға не жетсін. Тірлікте жүрген адамның опыты көбірек болады, тәжірибесі де көп болады. Сол шын айтам ғой, бір-бірін үйретуден жалықпаңдар. Біз бір-бірімізге конкурент емеспіз. Біз шетелмен конкурировать етейік. Елдің, жердің, көп жердің болуы, Құдайдың берген жері бар, табиғаты бар, погодасы бар, соның бәрін пайдаланайық деп. Аппараттың бәрін шетелден ақ алып істей берейік. Зато жер біздікі. Ал келдік ан. Екінші бассейн 400-ге 200. Опа. Саған не деген масштаб. Алдағы уақытта нәсіп етсе бұл жерге келіп шомыламыз. Енді өздеріңіз ойлаңыздаршы, бұл жерге еще балық шаруашылығына жүрсе.